Мынау осының алдындағы роликте түсірілген BYD Destroyer машинасы. Кеше жол жүріп келгенбіз. Мына ремень лақтырып тастапты капоттың астынан. Қытайдың аты Қытай-ау. Жап жаңа машина, ремень үзіліп жатыр. Бұның енді ременін қайдан табамыз? Қазір қараймыз ал. Шынымен мына үзіп қалғаныма деп осындай сарындағы әңгімелер айтсақ, кейбіреулердің құлағына жағып кетеді. Ассалаумағалейкум ағайын. Біз осы жолы осы машинаның мына қозғалтқыш бөліміне шолу жасайық. Сіздер енді ондай емессіздер деп ойлаймын. Қазақ тілді каналды қолдап отырыңыз. Соңына шейін видеоны қараңыз. Подписаться етпесеңіз, подписаться етіп қараңыз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Өзімді жақында білдім. Бұл мына DMI деген мотор. Бұл өте сенімді мотор екен. Гибридный көліктерге арналған. Біздерге өзімізге үйреншікті бұл жерде ешқандай ремен, онда ештеңе жоқ. Өзіміз көріп жүрген автомобильге тоқ беретін генератор да жоқ. Мүлдем ремен жоқ. Тоқ беретін генератор жоқ. Мына жерде бір түйір ғана осыны коробканың үстінде міне электр двигатель тұр. Автомобильге осымен тоқ береді. Ал аккумулятор қайда деп қарасаңыз, аккумулятор да жоқ. Көліктің астында үлкен батарея бар. Бұл батарея Қытайдың ішінде өмір бойы гарантия береді екен. Ал официальный дилерлер 7-8 жылға гарантия береді. Біздер енді официальный емес, бұлай жолмен алдық. Екінші жолмен. Оны көрерміз. Так, менің айтайын дегенім, енді қалғаны расширительный бачок, обмывайка, тормозной житкіш, сондай нелер. Енді бұның мына гремі жөнінен айтып атады кейбіреулер. Ертең ремені үзілгенде көресің деп атыр, өткенде комментарий. Біреу осы жөнінен білгісі келеді. Бұнда мен мотормен таныстым, цеп екен міне. Бүйтіп қарасаңыз да май құятын горловинадан көрініп тұр. Цепной передач. Ременге қарағанда цеп өзіміз көзіміз үйренген. Жақсы ғой енді. Так, бұл моторлық отсека осылай. Енді осымен қазір жол жүргелі тұрмын. 45 шақырым жерге барып келем. Соған зарядкілік қойдым. Тек қана тоқпен барам. Қаншаға жетеді бірге қарайық. Оны келесі видеодан қараңыз. Аман сау болыңыз.